Мәссаған. Қош келдіңіз, Шерхан. Қош көрдік. Тіпті не айтарымызды білмей жатырмыз. Я микрофонды ала қояйын. Айгүл, шымылдық ашылды. Әсеріңіз? Балауса ханым, мүлдем күтпедім. Біз де күтпедік. Барша қазақ елі, ассалаумағалейкум. Негізі біраз адамдар күтпегенді айдан анық қой енді. Қош көрдік. Саламатсыз. Қош келдіңіз, Шерхан. Қош көрдік. Шерхан, не айтарымды білмей, тілім байланып жатыр. Как будто дегендей болып жатыр. Негізінде былай ғой, жаңа шымылдық жабық болған кезде біздің Дархан есімді досымыз көмектескен болатын, шыққан болатын. Сондықтан да қатысушылардың реакциясы басқаша болды. Одан кейін Шерхан шыққанда шынымен де енді мүлдем таңғалы болып жатыр. Дарханға рахмет айтайық. Мен түсінбей тұрғаным, ертең күні сен негізі Ақботамен ажырасып болғаннан кейін сенде басқа бір қарым-қатынас қыздарым, негізі оның орнында енді сенің орнында да өзіңе сай шындығың бар ғой, бірақ оның орнында да болса, мен ойлаймын, көптеген қыз бұндай ситуацияны көргеннен кейін ертең күні әрине Құдай сақтасын, бірақ саған мысалы баламызды көрмейсің деген сияқты нәрселер айтып жатса, ерексіп, ашуланып, сенде қандай болады ертең күні? Айгүл жай ғана ортада қалып кетпейді ма деген сұрақ просто менен. Енді көптеген сұрақтардың барлығы Ақботаның реакциясы қандай болады деген нәрседе болады ғой. Мен айтар едім, Ақботаны қазіргі таңда қандай реакцияда болатынын да білмеймін, елестете де алмаймын. Енді ол мүмкін ашуланады, мүмкін просто так жарайды деп қоя салады ма? Себебі айтып жатырмын ғой, соңғы уақытта біз ұзақ уақыт болды, уже біз бір-бірімізбен отношенияда емеспіз, екі жаққа кеткенімізге ұзақ уақыт болды. И соңғы шешім сол жақында болды, и ажырасуға шешім қабылдап, екі жақты